Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз бір слоеный тестодан екі түрлі тағам дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, бізбен бірге болыңыздар. Мен бір слоеный тестаны жайып алып, екіге бөлдім. Бір бөлігін видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Содан кейін формаға тестамызды салып, сосискаларды видеодағыдай етіп орнатамыз. Содан кейін шеттерін осылай буып қоямыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын асықпай дұрыстап жайып, оның үстіне кунжутымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ал енді тестамыздың екінші бөлігімен жұмыс жасаймыз. Оған қантқа корицаны араластырып, тестамыздың үстіне жаямыз. Осылай біркелкі етіп жайып, одан кейін оны ораймыз. Булочкаларымыздың формасын осылай кесіп, одан кейін таяқшамен үстінен басып өрнек саламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша жасауларыңызға болады. Мен тек бір түрін көрсеттім.
Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Ал біздің өте тәтті воздушный булочкаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерде ас болсын.